Елдің бәрі айтады ғой, ертең қызықты қыздан көресің деп. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін бір, екі, үш. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Алабойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдаға өре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қойын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау? Қыз еді ғой сенде? Мен... Ау маған өзім.